Абай ауылының тұрғыны Сайрат Леумаханова өз кәсібін 4 жыл бұрын бастаған. Май шайқап, айран ұйытқан кәсіпкер сол жылы бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасымен 5 миллион теңге грант алды. Сөйтіп, сүт өңдеу цехының құрал жабдықтарына қол жеткізді. 2019-дан бері бастадық. Bir күнде біз қалдырмай, тоқтатпай жұмыс істеп жатырмыз. Даже коронавирус ауру кезінде де тоқтатқан жоқпыз. Күніне біз 200-300 литр айран шығарамыз. Сүтіміз бар 100 литр. Және қаймақтан 30-40 қаймақ шығарамыз. Жеке кәсіпкер 5 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Кәсіптен өзі ғана емес, ауылдастарының да табыс табуға мүмкіндігі бар. Ауыл тұрғындары сауған сиыр сүтін осында литрін 200-250 теңгеден өткізеді. Десе де шалғайдағы елді мекенде бизнес жүргізудің өзіндік қиыншылықтары да бар. Этикеткасына дейін Алматыдан әкелеміз, баклажканы Алматыдан әкелеміз. Өткен бізде Шу ауданында ондай майда жазуға ондай шығармайды. Және ыдыс шығаратында ондай заводтар жоқ. Бізге сол жағынан кішкене алыстау болады транспорт бойынша. Және біз осы өнімдерді дайындаймыз. Бізде мысалы алыс жаққа шығарғанға кішкене алыстау болады, өткені бізде рефрижератор дейді, андай салқындатып жүретін машинамыз жоқ оған. Сүт өңдеу цехында өнімнің 6 түрі өндіріліп жатыр. Тауарлары әзірге Шу ауданы мен көршілес Мойынқұм ауданында сатылымға шығарылады. Сайрат Леумаханова кәсібін кеңейтіп, цехты автоматтандыру үшін мемлекеттен қолдау болса дейді. Атамекен кәсіпкер палатамен бірге жұмыс жасап, СТКЗ сертификат алып берді, куәлігі. Ол енді өзі мемлекеттік сатып алу бағдарламасына қатысып, осы Шу аудандағы қай мемлекеттік мекемелерге, балабақша мектептерге сүт өнімін кесіп жеткізілетін болды. Шағын өндірістік цех жобаларды жүзеге асыру үшін осы қазан айында 27 миллион теңге 2,5%-бен 5 жылға 7 жылға несие берілетін болды. Шу ауданында 10 мыңнан аса кәсіпкерлік нысаны бар. Басым бөлігі сауда-саттық пен ауыл шаруашылығымен айналысады. Оларға мемлекеттік бағдарлама арқылы субсидиямен жеңілдетілген көмек қаржы берілуде. Биылдың өзінде 800-ден аса кәсіпкерлік нысаны жеңілдетілген несие алған. Мерей Баят, Тимур Сейлхан, Бақчан Бапаев, Жамбыл облысы, Хабар 24.